Сәлеметсіздер ме? Бүгін мынадай қойдың іш майына оралған бауырдан жасалған начинкамен тағам дайындайтын боламыз. Мұны атын қазақша қалай аталатынын білмедім, бірақ өзім бірінші рет дайындап, бірінші рет жеп тұрмын. Өзіме қатты ұнады. Дәмі өте керемет. Шашлықтың дәміне ұқсайды деп айта аламын. Әсіптің бір түрі деп айтуға болатын шығар. Ол үшін құрамына біз бауыр, ет тартқыштан тартылған бауыр, пияз, күріш асылған, күрішті толығымен пісіріп аламыз. Осы 3 ингредиент және тұз, бұрыш қана саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Осы начинкамызды қойдың іш майына орап қуырамыз. Іш май ол базарда ет сататын жерлерде сатылады, кейде сетка май деп те айтылады. Майды қолданар алдында мұздай суға салып аламыз, сол кезде ол жұмсарады. Ал былай өзі қаттылау болып тұрады. Одан кейін осындай бөліктерге бөліп, бауырымызды ішіне салып, майды ораймыз. Орағаннан кейін соңғы шетіне біз зубочисткамен қыстырып қоямыз. Менде видеода зубочисткамен қыстырған жер жоқ, бірақ міндетті түрде қыстыру керек. Себебі қуырған кезде ашылып кетеді. Мінекей біздің бауыр дайын. Енді бауырды құрғақ сковородкаға қуырамыз. Оны екі бетін қызартып, айналдыра отырып қуырып аламыз. Онан соң 10 минутқа бетін жауып, жай отта бұқтырып аламыз. Мінекей біздің бауыр пісті. Бауыр піскен кезде оның сыртындағы сетка майымыз пленка болып қалады. Ол майлы болмайды, қорықпаңыздар, майдың бары сковородкаға шығып кетеді. Ал дәміне келетін болсақ, дәмі тура осы кима шашлыкке ұқсайды. Енді бұл менің сүйікті тағамыма айналды, жиі дайындайтын боламын. Сіздерге де дайындауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей ішкі бөлігі ас болсын.